Индустриясы дамыған елдің экономикасы да қарышты. Инвесторларды қызықтыра білуде елдің дамуына оң сеп. Өңірімізде индустрия мен инвестициялау көрсеткіші қалай? Өндіріс пен өнеркәсіптің өрісі кеңейді ме? Және тағы да өзге де сауалдар төңірегінде өңірлік коммуникациялар қызметінің ашығын айтсақ хабарында. Қайырлы күн, көрермен. Бүгінгі хабардың қонағы облыстық индустриалдық инновациялық даму басқармасының басшысы Ринат Сұлтангереев. Ринат Қалдыбекұлы, сіз басшылық етіп отырған сала аймақ бюджетіне тікелей қатысты, тиісінше күрделі де сала. Соған сәйкес ел арасында түрлі әңгімелер желдей есіп тұр. Анығын айтып, ашықша жауап беруге дайынсыз ғой? Айтып 6 айда, Жабал апамды әлде қашан қартайды. Жалпы кімнің көзі, қайсының сөзі өтті білмедік. Шыны зауытының тағдыры не болып жатыр? Қашан біз қолымызға шынын ұстап селфи түсірер екенбіз? Шыны зауытының тағдыры бүгін күні пешті гидропекшін 8 жыл 90-да былтыр іске қосқан болатынбыз. Қазіргі таңда өзіңіз білесіз, кеше қаңтар оқиғасына байланысты бұл жерде жұмыстар тоқтап қалды. Дегенмен бүгін күні ол жақта монтаждау жұмыстары, бәрі жұмыстар аяқталды. Енді қазіргі жоспар бойынша сәуір айы деп жоспарлап отырмыз. Енді сәуір айына шығаруға ешқандай кедергі жоқ қазір. Сәуір айында біз қызылордалықтар шыныны, алғашқы шыныны көруге мүмкіндік бар. Қазір заводтың ешкімнің алдында қарызы жоқ. Завод жүзеге асуға дайын. Гүлшен Наушаевның арқасында былтыр Қазтрангазбен шешілмеген сұрақтар бар тұр. Газ беру мәселесі өткені газ тапшылығына байланысты. Ол мәселені Гүлшен Наушаевның іс-сапары барысында шешіп қайтты. Сондықтан қазір табиғи газ толыққанды беріліп тұр заводқа. Ешқандай кедергі жоқ бүгінгі таңда. Газ да беріліп тұр, пеште күйдіріліп тұр. Енді біз күтіп отырған шетелдік мамандар. Жұмысқа кімдер алынады? Жалпы Қытай мен қазақ жұмысшыларының жалақысында айырмашылық бола ма? Қандай талаптар қоясыздар? Былайынан келген кезде біз осы заводты қосу үшін, өндірістік процесті жүргізіп отыру үшін 100-ге жуық Қытай келеді. Оның қасына қызылордалық, қазақстандық, өйткені жерде шет тілін меңгеретін адамдар қажет. Өйткені қытайлықтармен бір тілде сөйлесу керек. Біздің қазір заводтың басшылығымен келісімі бар. Бұл ашық түрде өтуін сұрап отырмын. Ашық түрде өту дегені, мынау қалалық жұмыспен қамту бөлімі бар ғой. Олар ашық есік күндерін өткізеді. Сол ашық есік күндерін арнайы шыны зауытын арнап, сол жерде бүкіл резюмелерін жинақтап, керек болған жағдайда сөйлесу, собеседование арқылы айырмашылығы мен болады деп ойлаймын. Өйткені бұл мәселе өткені сыртынан келіп жұмыс істегеннен кейін оларды командировочный выплата деген болады. Және олар жұмыс істеп қана қоймай, қасындағы маманды оқытады. Бірінші жылы келген жарты шетелдік мамандар жартысы кетеді, екінші жылы жартысы қалады, үшінші жылы осы заводта 10-ға жуық шетелдік азамат қалады, қалған бәрі біздің қазақстандық мамандар. Енді желі қолданушылары ол жақта ешкім жұмыс істеп жатқан жоқ, жұмыс істеп жатқан адамды көрген жоқпын деп жатыр. Қызылордалықтан ешқайсысы жұмыспен қамтылмаған дейді. Бұған не уәж айтасыз? Бүгін таңда шыны заводында, Ордаглаз ЛТД компаниясында 20 адам жұмыс істеп жатыр. Олар офистегі қызметкерлер, 20 адамның 17-сі қызылордалық. Үшеуі ол басшылары. Бұлар әр жобада, әр аймақта жұмыс істеп келген тәжірибелі басшы құрылымы деп айтайықшы. Қызылордалықтарды жұмысқа тұрмадым, естімедім деушілерге айтатыным, жаңа айтып өттім, біз шетелден келетін мамандарды күтіп отырмыз. Сол маманның қасына әр маман, біздің қызылордалық болсын, қазақстандық болсын, біз айырмаймыз оларды. Әркім өзінің сауаттылығына, өзінің сұрақтардың жауап бергеніне байланысты жұмысқа қабылданады. Сол шетелдік маманның қасына бір маман бекітіліп беріледі. Сол маманнан
жаңағы шетелдік маман, мықты маман шығару керек қой. Біз өзіңіз білесіз, Қазақстанда мүлде шыны шығармаған, сондықтан бізде Қазақстанда ондай маман жоқ. Болашақта осы 226 адамның 216-сы қазақстандық маман. Басы қатты басталғанмен халық игілігін көреді түбі. Көреді, иә. 216-ның қасында шыныны таситын қызмет бар. Шынының астына ящиктер жасаймыз, сынбау үшін. Ол жаңағы осы шыны заводының жұмысын жүргізетін 1000-ға жуық жұмыс орны ашылады. Ал жалпы Ресей мемлекетінде білім алған түлектердің жұмысқа орналасуы қиын болып бара жатыр ма? Осыған тоқталсақ, 1 жыл болды табақтай дипломды сандыққа салып қойдық дейді бір желі қолданушысы. Енді біз ұмытпасам, бұл 4-5 жылға қарай кетті. Ең бірінші бастаманы өз басқармамнан бастадым. Менде 3 ресейлік маман жұмыс істейді. Біз деген Казатомпром мұнай саласына, бізде цемент заводына, Палаусаға біздің ірі компаниялар біз жұмысқа тұрғыздық. Даже Эскізжерде 2 қарындасымыз жұмыс істейді. Олардың өзін сауаттылығын мақтап, басшылығын әрқашан мақтайды. Мен білетін дәл сауатты мамандар басқа жақтарға да кетіп қалып жатыр. Ендігі біздің кезекте осы күтіп отырғанымыз осы шыны заводына оборот, машина оборот дейді, құралдар мен машиналар бағытындағы мамандықтар. Ресейден оқып келіп жатқан мамандарға байланысты айтып өтетін. Мен өзім де кездестім. 1-2 рет келіп әкімнің алдына барып, біз андай айлыққа жұмыс істемейміз, андай айлыққа жұмыс істейміз деп өздерінің талаптарын қояды. Енді мен өзім ойлайтын, менде жұмыс істеп жатқан мамандар айлыққа емес, олар білім алуға жұмыс жасап жатыр. Мысалға, маған штаттан тыс қызметкер болып келіп, мысалға шетел бітіріп келген адам, бас маман, бөлім басшы, қазір орталық органдарға кетіп қалды. Менен осы басқармаға келіп, сырттан оқып келген мамандар бірінші тәжірибені алып, ары қарай өздерінің кәсіби жолын құрастырып жүр. Биыл Аралда ірі жоба жаңағы құрылыс, сыпучий материал, құрылыс материалдар, Алинекс шығаратын, Алинекс компаниялардың шығарып жатқан өнімін шығарамыз деді. Ояқа да маман керек. 70-ге жуық маман керек. Қаншасы жұмысқа тартылды негізі? Қаншасы болғанда бұл жерде мамандығына байланысты білім ішкі саясат басқармасы бөледі. Бізге былтыр бөлген 11 маман, 11 маманды, сол 11 маман біз шыны заводына тартсақ береді. Ол биыл бітіретін түлектер де бар. Ол биыл бітіретін түлектерді де біз ұмытып отырған жоқпыз. Аралдағы кальцийлендірілген заводқа экологиядан рұқсат берілді ме? Енді бұл жоба аясында әңгіме сөз көп, алып қашпа әңгіме көп. Маман емес мамандар эколог болып жатыр. Экология департаменті 20-шы жылы 10 қорытындысын берді. Қазір кальцийленген сода аясында жобалау, зерттеу, техник-экономик негіздеме әзірленді ең басында. Одан кейін жобалау сатысын аяқтады, инфрақұрылым жеткізе бастады. Ол жерде тиісті мамандар өз қорытындысын берді. 10 қорытындысын берді. Біз биыл ол жобаның құрылысын бастауын күтіп отырмыз. Ол жобаның құрылысымен Аралда химия кластері қатады. Арал халқы түсіну керек. Ең бастысы жұмыс орындары, сапалы жұмыс орындары, жоғары айлық төлейтін жұмыс орындары. 700-ге жуық маман жұмыспен қамтылады. Қармақшыда құс зауыты ашылады, Жаңақорғанда құс комбинаты ашылмақ. Ет бағытында болады. Ет бағытында ма? Енді Қармақшыдағы құс зауытына келетін болсақ, құрылыс жұмыстары 90% аяқталды. Бүгін күні агрокредиттік корпорацияға құжаттары тапсырылды. 10 қорытындысын алуды күтіп отырмыз. 10 қорытындысын алған жағдайда бөлінген несиенің 30% құрал жабдық дайындайтын компанияға аударылады. Биыл жылдың аяғына шейін біз құрал жабдықтарды алып келіп орнатып, және бройлер балапандарын шығаратын жұмыртқалар сатып алып келеміз. Жаңақорғанға байланысты айтып өтті. Биыл оның 6 құс фермасын
қосуды жоспарлап отырмыз. Мен жоба бастамашысына былтыр айтқан, бизнестің жол картасы аясында біз сізге инфрақұрылым жеткізіп береміз. Ол сұрап отырғаны газ бен электр линиясы. Жолды өзі салады, суды өзі жеткізеді. Суды жеткізетін себеп су ондай көп ақша талап етпегендіктен өз қаражат есебінен істейтін болды. Жол бизнестің жолдық картасы аясында жол алып келіп беру деген жаңағы көмектер алып тастады. Енді электр линияның жоба сметалық құжаттары әзірленді. Оң экспертизадан өтті. Енді біз күтіп отырғанымыз газ желісін жеткізу. Ол жоба экспертиза кірді. 45 күнде шығады. Шыққаннан кейін біз бюджетті нақтылау кезінде осы жобалардың инфрақұрылымын жеткізіп беруге облыстық және республикалық бюджеттен қаражат аламыз. Аралтұз тынышталды ма? Аралтұз қазір тыныш, өзінің қалыпты күйінде жұмыс жасап отыр. Дегенмен қазір келісімге келді. Аралтұз где-то 26%-ға айлықтарын көтеретін шешім қабылданды. Одан бөлек өзі Аралтұз кәсіпорны осы индустриялық инновациялық даму бағдарламасына 3-5 жылдығына да қатысты. Бірінші 5 жылдығына бірінші испансер, екінші 5 жылдығына екінші, үшінші 5 жылдық аясында үшінші испансер. 1145 адам жұмыс істейтін. Үшінші испансердің аясында қосымша 198 орын жаңа жұмыс орындары ашылды. Былтыр желтоқсан айында қосылуына байланысты қазір ояққа мамандарды жұмысқа қабылдау жүріп жатырмыз. Шалқиядағы комбинаттың құрылысы басталды. Шалқиядағы комбинаттың Шалқияда бір шамал кешігу болу себебі бұл жобаны екіге бөлді. Жер асты жұмыстары мен жоғарыдағы жер үстіндегі жұмыстар. Жер астындағы бірінші бөлік жұмыстары былтыр басталып кетті. Шахтаны қалпына келтіру. Восстановление шахтаны. Ояқта мердігер анықталды. Майнинг менеджмент және China Synergy Engineering деген екі компания жұмысын бастап кетті. Жер үстіндегі жұмыстар екінші жартыжылдықта уже байыту комбинатының құрылысын кірісеміз. Мұнай қоры азайды деп жатыр. Жалпы тапшылығы қашанға дейін созылмақ? Енді мұнай қоры былтыр біз 4 миллион 200 тонна мұнай өндірдік. Биыл 700 мың тонна daha төмен түсіп баратырмыз. 3,5 миллион тонна мұнай өндіреді деп отырмыз. Бұл жерден мұнайдың ұңғымаларын бәрі сулану байланысты азайып жатыр. Дегенмен қазір республикалық бағдарлама қабылданды, геологиялық зерттеу бағдарламасы. Одан бөлек бізде Арал және Сырдария бассейндері бар. Олардың жоба сметалық құжаттарын әзірлеу былтыр жүргізілді. Биылға қаражат бөлінген жоқ. Біз қазір хат әзірлеп жібердік. Бұл қаражат облысқа бөлінбейді. Ол экология және геология министрлігі арқылы жүргізеді. Дегенмен де мынау бізде Торғай бассейнінде өзіміздің жаңағы Құмкөл дейміз ғой. Біздің қазір действующий кен орындарында жұмыс жасап тұрған кен орындарында биыл 40-қа жуық скважина қазылады. 11 компания 40-қа жуық скважина. Енді сол скважинаның бір ерекшелігі, мысалы Саутсол компаниясы 15 скважина қазуды мысалға жоспарлап отырған. Одан бөлек бізде Қазгермұнай тікелей Қазмұнай газ қазатын болды. 5000 метр тереңдікте ең бірінші ұңғыма қазылды. Біз содан үлкен үміт күтіп отырмыз. 5000 метр тереңдікте мұнай қоры табылса, басқа компанияларда сондай ұңғыма қазуға қызығушылық танытады. Қызылорда облысында ең терең неміз 3,5 метр, ол Петрогластан сояқтан. Қалғандары 1600 метр тереңдікте отыр. Енді біз одан ары қарай терең 5000 метрден жақсы жаңағы үміт күтіп отыр. Қазмұнай газы өз қазысын. Биыл сол бірінші ұңғыманы қаздық. Қорытындысымен оны хабарлайтын боламыз.
Ашық диалог болды деп ойлаймыз. Көрермен де өзінің сауалдарына жауап алды деп ойлаймыз. Құрметті көрермендер, келер аптада қандай басқарма басшыларына сұрақ қойғыларыңыз келеді? Нендей сауалдар көкейлеріңізде жүр? Онда біздің өңірлік коммуникациялар қызметінің мессенджеріне хабарласып, сауалдарыңызды жолдауларыңызға болады. Сау болыңыздар.